Шахмат ойына фигуралардың жүрістері. Маған 3-3-тен келеміз. Келеші. Бұл бөлге боямыз. Аяқ екпін деңгейінде бастан тұрамыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Жаттығыз келесі жаттығу. Аяқ екпін деңгейінде оң жоғары көтереміз. Жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Жаттығуды аяқтаймыз. Келесі жаттығу қол иығына. Алдыға артқа қайғырамыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Бос жаттығу жазбаша түрде кетіп бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Жаттығуды аяқтаймыз. Келесі жаттығу қол жердегі. Жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Жаттығуды аяқтаймыз. Оңға бірінші қатар сапқа тұрамыз. Екінші қатар. Үшінші қатар. Төртінші қатар. Енді шахмат алаңына барамыз. Сол жақта саламызды жалғастырамыз. Оңға кетіп деген жүреміз. Тарихына сүйене кетсек, шахмат ең бірінші Шығыс Азияда, Индияда ойлап табылған. Бұл шах король деген мағынаны білдіреді, мат сол корольді жеңу деген мағынаны білдіреді. Бұл шахматта 64 тақта орналасқан. 64-тің 32-сі ақ түстен, 32-сі қара түсте орналасады. Бұл жерде бұл шахмат ең бірінші 19 ғасырда бүкіл дүниежүзілік жарыстар басталған 19 ғасырда. Енді бұл шахматта екі қарсылас ойнайды бір-бірімен. Бір король, бір ферзя, екі піл, екі ат және екі ладья болады. 8 пешік болады әр адамда. Бұл шахмат ойыны соғыс тактикасы ретінде қолданылған. Бұл жерде ең бірінші шахмат фигураларында ең маңызды рөл атқаратын бұл патша. Патшаның жүрістеріне келер болсақ, бұл патша кез келген бағытқа жүреді. Қиғаш та, түзу де, артқа да, алдыға да. Тек бір-бір тақтадан жүре алады. Келесі фигурамыз бұл уәзір жүрісі. Уәзір бұл корольдің оң қолы болып есептеледі. Корольді қорғай отырып шабуыл жасайды. Бұл да король сияқты кез келген бағытқа жүре алады. Кез келген қиғашынан да, түзуінен де, жәніне де, мынау жерде де жүре алады. Бұл екінші патшадан кейін екінші маңызды фигура болып есептеледі. Одан кейін піл жүрісі. Піл жүрісі тек қана өз жолымен қиғаш жүреді. Былай және былай екі бағытқа ғана жүреді. Басқа жүрістермен жүре алмайды. Келесі бұл аттың жүрісі. Аттың жүрісі тек қана гүж жүрісімен жүріледі. Қай бағытта тұрса да, қай жерде, қай тақтада тұрса да, тек гүж жүрісімен жүреді. Бергі бет болсын, арғы бет болсын, тек гүж жүрісімен жүреді. Келесі ладья жүрісі. Ладья жүрісі тек қана жаңағы піл жүрісімен қиғаш жүрсе, бұл тек қана тігінен жүреді. Оң жаққа, сол жаққа, үстіге, астыға. Тек қана сол жүріспен жүреді. Содан кейін ең әлсіз пешік аларымыз. Пешіктер ең бірінші жүрісте екі тақта секіріп жүрсе болады, немесе бір тақта секіріп жүрсе де болады. Бұның маңызы жоқ. Бұлар ең әлсіз жүріс болып есептеледі, ең әлсіз пешікалар. Сол сен жаңа Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы фигуралардың жүрістері болғандықтан патша жүрісін шахмат алаңына келіп көрсетемін. Шахмат короліміз мына жерде болса кез келген жерге жүре алады. Бұны алдыға жүре алады, немесе осы жерде тұрған король мына жаққа жүре алады, кез келген бағытқа жүре алады. Мына жер бар, орнына келіп мына жаққа да жүруге болады. Бұл тек бір тақта ғана секіріп қана жүре алады. Келесі жүрісіміз уәзір жүрісі. Бұл да тура патшаның жүрісі сияқты, бірақ бұл тек қиғаш
ұзақ қашықтыққа кете береді. Кез келген ашық жер болсын, мынаны жеп қоюға да болады. Болмаса мына жерде тұрып, мына жаққа жүрсе де болады, арғысын жесе де болады. Болмаса осы жерде тұрып, сол жаққа да жүрсе болады, оң жаққа да жүрсе болады. Болмаса шабуыл жасасақ, артқа қашып, кез келген жерге жүруге болады, бәзір жүрісі. Келесі жүрісіміз піл жүріс. Әр командада екі піл болады. Біреуі қара түсте, біреуі ақ түсте. Бұлар тек өз бағытымен ғана жүреді. Қара түсте жүреді. Болмаса мына жаққа келеді. Тек қара түсте өзі тыныш жүреді. Басқа ақ жауапқа түсе алмайды бұлар, ақ тақтарға. Түсіндіңдер ғой? Тек қара бағытпен. Келесі фигурамыз бұл ат жүрісі. Бұл фигуралардың арасында ең ерекше аттың жүрісі. Бұл кез келген фигуралардың үстіне секіріп өте алады. Мысалға мына Г жүрісі, Г жүрісімен жүрді. Келесі жүрісте мына Г жүрісімен пешканы жейді. Үстіп шетке шыға алады. Сол сияқты мына кез келген жаққа жүреді. Мына жаққа жүрсе болады. Болмаса орында тұрып мына жаққа жүрсе болады. Болмаса осы жерде тұрған мына жаққа жүрсе болады. Кез келген Г бағытына жүре алады. Түсіндіңдер ғой? Келесі жүрісіміз ладья жүрісі. Бұл тек қана түзу бағытта жүреді. Мысалға мына түзу келді, және қарсыластың пешкісіне шабуыл жасап, түзу жүру арқылы жүріп жеп қояды. Бұл да дәл солай мына түзу жүреді, тек қана былай түзу, болмаса былай түзу кетеді. Кез келген бағытта тек қана түзу жүреді. Келесі фигурамыз бұл. Олардың арасында ең әлсіз пешка. Пешканың жүрісі бірінші жүрісімен біреулік жүрсе болады, болмаса екеуі жүрсе де болады. Бұл пешкалар мұны алдында тұрса, екеуінде де жүріс болмайды. Алдында болса, егер алдында тұрса жүріс болмайды, бірақ қарсыласын қиғаш жүріс арқылы жеңуге болады. Оқушылар, міне бүгін шахмат ойындағы фигуралардың жүрістерімен танысып шықтық. Барлықтарың түсіндіңдер ғой, иә? Енді осы шахмат тақтасына келіп жүрістерді көрсетейік. Кім шығады? Жансая, келе ғой. Жансая, маған сарбаздың жүрісін көрсете ғой. Сарбаз 2 қадаммен жүреді, немесе 1 қадаммен жүреді. Жарайсың. Енді маған ладья жүрісін кім көрсетеді? Кел, Аяна, келе ғой. Ладья жүрісін көрсетеді. Ладья тек тіке өзінің жолымен ғана жүре алады. Ол бай немесе бай жүре алады. Жарайсың. Келесі жүрісіміз аттың жүрісі. Оны кім көрсетеді? Кел, Дубай, келе ғой. Бұл жерде аттың жүрісін көрсет. Бұл ат фигурасы басқа фигуралардан ерекше. Бұл басқа фигуралардан аттап өтіп Г әрпі сияқты жүреді. Мысалы былай немесе былай. Жарайсың. Бізде келесі жүріс піл жүрісі. Оны кім маған көрсете алады? Үнжу, келе ғой. Піл жүрісі тек қана жолақпен өз жолымен жүреді. Және піл жүрісі тек өзінің ақ жолағымен жүреді. Жарайсың. Келесі корольден кейінгі ең маңызды фигурамызды жүрісін кім бізге көрсете алады? Келе ғой. Уәзір алдыға қиғашына немесе сол жаққа жүре алады. Жарайсың, өте жақсы. Шахматтағы ең басты фигурамыз ол патша. Патшаның жүрісін кім көрсете алады маған? Кел, Беколжас, келе ғой. Патша ол бір қадам арқылы әртүрлі бағытқа жүре алады. Мысалы алдыға, солға және оңға қиғашына. Жарайсың. Оқушылар, бүгінгі шахмат сабағындағы фигуралардың жүрістерімен, атауларымен таныстық. Сендермен оны қайсы қалай жүретінін орындап таныстық. Демек біз мақсатымызға жеттік. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.